Алтыншы лекция тақырыбы: мектепте ерекше білім алуды қажет ететін оқушыларға қолдау көрсету. Жоспар келесі сатылардан тұрады. Инклюзивті білім берудің маңызы: ерекше білім алу қажеттілігі бар оқушылардың санаттары, ерекше білім алуды қажет ететін оқушыларды бағалау, мұғалімдер мен мамандарға арналған құжат үлгісі, ерекше білім алушыларға қолдау көрсетудің заманауи тәсілдері. Инклюзивті білім берудің маңызы: ерекше білім алуды қажет ететін балаларды жалпы білім беру жүйесіне енгізу, әр оқушының қабілеті мен мүмкіндіктеріне қарай жеке қолдау көрсету, оқушылардың қоғамға бейімделуіне мүмкіндік жасау. Ерекше білім алу қажеттілігі бар оқушылардың санаттары төмендегідей: интеллектуалдық дамуында бұзылыстар бар балалар, сенсорлық бұзылыстары бар балалар, тіл және сөйлеу бұзылыстары бар балалар, қозғалыс аппараттары бұзылған балалар, эмоциялық және мінез-құлықтық ерекшеліктер бар балалар тобы жатады. Ерекше білім алуды қажет ететін оқушыларды бағалау. Бағалаудың мақсаты: оқушының жеке ерекшеліктерін анықтау, оқу процесіндегі қиындықтарды бағалау, қолдау көрсету стратегиясын әзірлеу. Бағалау әдістері: психологиялық педагогикалық диагностика, медициналық тексерулер, мұғалімдер мен ата-аналардың бақылауы. Мұғалімдер мен мамандарға арналған құжаттар үлгісі. Құжаттама қамтылған негізгі ақпарат: оқушының жалпы деректері, даму ерекшеліктері мен қиындықтары, психологиялық педагогикалық қолдау түрлері, қажетті арнайы құралдар мен әдістер. Оқытуда қиындықтар: интеллектуалды даму ерекшеліктері, эмоциялық және мінез-құлық ерекшеліктері, сөйлеу және тілдік қиындықтар, сенсорлық бұзылыстар. Оқытуда қиындықтың түрлері мен себептері: отбасындағы әлеуметтік-экономикалық жағдай, ата-аналардың қолдау деңгейі, мұғалімдердің арнайы дайындық деңгейі, мектеп инфрақұрылымының қолжетімділігі. Ерекше білім алу қажет ететін оқушыларды қолдау негізгі бағыттар мен формалары: инклюзивті білім беру, арнайы сыныптар немесе топтар, жеке оқыту бағдарламасы, қосымша түзету сабақтары, яғни логопед, дефектолог, психолог көмегімен қолдау көрсету тәсілдері, жеке білім беру бағдарламаларын әзірлеу, оқытудың арнайы әдістерін пайдалану, психологиялық педагогикалық қолдау көрсету, арнайы мамандар, яғни дефектолог, логопед, психолог көмегін ұйымдастыру болып табылады. Инклюзивті білім берудегі негізгі қиындықтар: инклюзивті білім беру жүйесінің толық қалыптаспауы, педагогтардың арнайы даярлықтан өтпеуі, материалдық техникалық базаның жеткіліксіздігі, қоғамдағы теріс көзқарастар. Ал оны шешу жолдары төмендегідей: мұғалімдерге арнайы тренингтер өткізу, инфрақұрылымды жақсарту, ата-аналармен жұмыс жүргізу. Ерекше білім алушыларға қолдау көрсетудің заманауи тәсілдері: дамытуға бағытталған жеке оқыту әдістері, жеке оқу бағдарламалары, дифференциалды және бейімделген оқыту, оқушының мүмкіндіктеріне қарай оқыту қарқынын өзгерту, тұлғалық бағдарланған оқыту. Технологияларды қолдану: интерактивті тақталар мен планшеттер, онлайн платформалар, ойын элементтері арқылы оқыту, дауыспен басқарылатын құрылғылар мен арнайы қосымшалар. Ерекше білім алушыларға қолдау көрсетудің заманауи тәсілдері: психологиялық педагогикалық қолдау кешенді жүйесін енгізу, психолог, логопед, дефектолог, әлеуметтік педагогтың бірлескен жұмысы, психоэмоционалдық қолдау және мотивацияны арттыру, оқушылардың өзін-өзі дамыту қабілеттерін қалыптастыру, ата-аналармен тығыз байланыс орнату. Инклюзивті білім беру жүйесін жетілдіру, инклюзивті орта қалыптастыру, қалыпты дамитын оқушылармен бірге оқу үдерісін қатыстыру, ерекше білім алушыларға арналған арнайы білім беру орталықтарын дамыту, мұғалімдерге арналған кәсіби біліктілікті арттыру курстарын енгізу. Қорытындылай келе, ерекше білім алу қажеттілігі бар оқушыларды қолдау, олардың қоғамға бейімделуіне көмектеседі. Инклюзивті білім беру әр баланың сапалы білім алуына мүмкіндік береді. Мұғалімдер, ата-аналар және мамандардың бірлескен жұмысы өте маңызды болып табылады. Назарларыңызға рахмет.